Котельный. Отопление бітті. Газ кіргізіп жатыр қазір. Ал су кеп тұратын, кейін келетін. Котел установка осылай болады. Жер дымоходқа бір тесік қалдыру керек, заңы сол. Мынау заңды салыну керек. Сары. Пластмасс муфта, электрический муфта дейді. Мына котелдің ішіндегі тоқты системаға жібермеу керек, темірге, газдың трубасына. Фильтр, сетка фильтр салынады. Онан кейін мынау котелға суды жұмсартып береді, мынандай фолифосфат мұз сияқты. Сондай салыну керек. Болмаса ана котелдің, барлық котелдің конденсасы қойылмайды. Дайво деген котелға Атластың несі қойылады екен. Атлас деген компанияның мұзы қойылады екен. Ол қиыршық болып қояды. Шиелін тас сияқты. Мына басқа котелдарға мыналар бола береді. Қазіргі биылғы заң сондай болып отыр екен. Дайво котелға. Қалған жер осындай. Котельный тоғы бар. Ішкі газ отоплениясын көрсетем. Біткеннен кейінгісі қалай болып тұрған. Алдыңғы видеоларда да бар. Нөлінен бастап отоплениясы осы үйдің. Сосын клапан қойылу керек. Утечка болған кезде қазір ажыратып көрсетейін. Мына жалғап. Бір жағы 220-ға жалғанады. Бір жағы жалғарға жалғаныпты. Жалғарға қойылып тұратын жерде. Қазір көрсетейін. Автоматический клапан, аварийный клапан дейді. Мына жерге іліп қоясыздар. Газдың іші шыққан кезде автомат түрде мына жерде клапан бар. Жауып қалады. Сосын газдың утечкасын тапқаннан кейін мына клапанды тартып, қызыл пластмассаның бетін крышканы шешіп алып, бүйтіп. Клапан жабылып, бүйтіп тартып ашылады. Жабылды, ашылды. Утечканы тауып болғаннан кейін, газы шығып тұрған жерді бітегеннен кейін қайтып тартып қоясыздар. Мынау фильтр салыну керек. Сол басқаны дымоходы. Мынау екі подача, екі обратка түскен мына жерге. Мына регулировка келтіретін крандар мынау. Тең жыламауы мүмкін. Мына жақ ыстық болып кетіп, мына жақ суық болып қалуы мүмкін. Сол кезде мына крандар арқылы регулировка келтіресің. Мынау подпитка. Системаға су беретін. Мынау мұздай су. Мынау ыстық су. Өзінде болады ма? Су толтыратын. Подпитка жасайтын. Бірақ оны резбас кетіп қалатын болғансың, резбас слайы болғансың. Мен не қылмаймын. Отдельный сырттан қойып кетем. Мұздай судан келе жатқан. Осылай мынау автомат. 3 бар қысым күшейген кезде. Қысым күшейіп кеткен жағдайда котелдің ішінде автоматтарда лақтырып жібереді. Нагрузка түсірмейді, радиаторына, әлсіз жеріне отопленияның котелға негізі бұл жерде әлсіз болатын. Слабый жерде, мынадай жерлерден үрлеп жібермеу үшін автоматты қою керек. Сыртқа қарай өзі автоматически лақтырып жібереді. Қысым күшейген кезде клапан бар. 3 бардан артық қысымды ұстай алмайды да жібереді. Қайттан 3 бардан төмен түскен кезде қайтып жауып қалатын пружинамен. Қолдап праваш жіберсеңіздер де болады. Өзі автоматтарды лақтырып жібереді. Сливной радиатордың суын төгіп алатын. Газ жүргізіп жатыр. Газ жалғап жатыр. Болды, не olsa. Suyu götürelim. Oraya kadar su, muzay su. Laminatlı sözümüz жүріп жатыр. Радиаторлар осыдан шықты. Ламинатты сөздік қабырға ағарды, сонан кейін көрсетіп отқан. Красивый қойған. Евро
деген осы. Бұл ламинатты істейтін, жаңағы чистовой істейтін бригаданың телефон нөмірі бар. Осы YouTube каналда. Керек болса телефон нөмірімен тұр. Неге кухняда да бар жаңағы клапан. Аварийный клапан. Тоғын, кафелін бәрін осы бригада істеді. Чистовой, бір бригада. Штукатуркасын, лепкасы, ламинат. Натяжной басқа бригада істеді. Натяжной люстралетін. Люстралетін крючок қалдырып кетеді екен. Радиаторын аяқтары осылай шығып тұрады. Мен радиатор көп болғаннан кейін екі бөліп апардым. Ар жағын мына жақты бір апардым, ар жағын бір апардым. Сол екі подача, екі обратка шыққан жаңағы котелдағы.